Қайырлы күн оқушылар. Екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер жүйесін шешуге тағы да бір мысал қарастырайық. Бізге мынау теңдеулер жүйесі берілген. X-тің 4 дәрежесі қосылған X-тің квадраты, Y-тің квадраты қосылған Y-тің 4 дәрежесі тең болады 91-ге. Екінші теңдеуіміз X-тің квадраты қосылған XY қосылған Y-тің квадраты тең болады 13-ке. Жүйенің теңдеулеріне назар аударып қарайтын болсақ, бірінші теңдеуде біз X-тің 4 дәрежесін, Y-тің 4 дәрежесін көріп отырмыз, және олардың квадраттарының көбейтіндісін көріп отырмыз. Олай болатын болса, осы теңдіктің сол жағын біз X квадрат қосылған Y квадраттың квадратына келтіріп жазуымызға болады. Өйткені біз екінші теңдеуден X квадрат қосылған Y квадратты басқа қосылғыштар арқылы өрнектей аламыз. Олай болса, теңдеулер жүйесін былай жазайық. Бірінші теңдеуді X квадрат қосылған Y квадраттың квадраты десек, онда бұл жақшаны ашқан кезде не болады? X-тің 4 дәрежесі болады, және Y-тің 4 дәрежесі болады. Одан соң екеселенген X квадрат, Y квадрат болады. Ал берілгенде X квадрат, Y квадраттың біреуі бар. Олай болатын болса, біз X квадрат, Y квадратты алып тастауымыз керек. Тең болады 91-ге. Екінші теңдеуден X-тің квадраты қосылған Y-тің квадраты тең болады XY азайтылған 13. Енді бірінші теңдеудегі X квадрат қосылған Y квадраттың орнына біз екінші теңдеудегі XY азайтылған 13-ті апарып қояйық. Сонда мынандай теңдеу аламыз. XY азайтылған 13-тің квадраты азайту X квадрат, Y квадрат тең болады 91-ге. Қысқаша көбейту формуласы бойынша мынау жақшаны ашып, ықшамдап жазайық. Сонда X квадрат, Y квадрат азайтылған 26XY қосылған 169. Азайту X квадрат, Y квадрат тең болады 91. Ұқсас мүшелерді біріктіріп қысқарту жүргізейік. X квадрат, Y квадраттарымыз қысқарып кетеді. Сонда минус 26XY тең болады минус 78-ге. Осыдан XY табатын болсақ, XY тең болады минус 78-ді минус 26-ға бөлсек 3 шығады. Осы XY-тің мәнін біз екінші теңдеудегі XY-тің орнына қоятын болсақ, онда X-тің квадраты қосылған Y-тің квадраты тең болады 13 азайтылған 3. 10-ға тең болады. Және XY тең 3-ке. Міне мынау теңдеулер жүйесіне келдік. Енді осы теңдеулер жүйесін шешейік. Біз бірінші теңдеуді бұлай жазып алуымызға болады. X қосылған Y-тің квадраты. Қараңыздар, жақшаны ашатын болсақ, X квадрат қосылған екеселенген XY қосылған Y-тің квадраты болады. Ал мұнда екеселенген XY жоқ. Ендеше осы жақшадан біз 2XY-ті алып тастаймыз. Тең болады 10-ға. Және XY тең 3-ке. X пен Y-тің көбейтіндісі 3-ке тең. Осы мәнді апарып бірінші теңдеудегі XY-тің орнына қоятын болсақ, онда мынау теңдеу шығады. X қосылған Y-тің квадраты азайтылған 2 көбейту 3 тең 10-ға. Ендеше X қосылған Y тең болады минус 6-ны теңдіктің екінші жағына шығарсақ 16 болады. Енді мынандай екі жағдайды қарастырайық. Біріншіден X пен Y-тің қосындысы минус 4-ке тең, ал олардың көбейтіндісі 3-ке тең.
Екіншіден, x пен y-тің қосындысы плюс 4-ке тең және көбейтіндісі 3-ке тең. Енді осы теңдеулер жүйесін шешейік. Бірінші теңдеулер жүйесіне қосындысы минус 4-ке және көбейтіндісі 3-ке тең болатын сандар. Бұл сандар x1 тең болады минус 3 және y1 тең болады минус 1. Енді x пенен y тең дәрежелі болғандықтан, бұл шешімді біз былай да жаза аламыз. x2 тең болады минус 1-ге және y2 тең болады минус 3-ге. Енді екінші теңдеулер жүйесін шешетін болсақ, қосындысы 4-ке, көбейтіндісі 3-ке тең болатын сандар бұл 1 және 3 сандары. Тағы да x пен y тең дәрежелі болғандықтан, x 4-ші тең болады 3-ке, y 4-ші тең болады 1-ге деген шешімді аламыз. Сонымен теңдеулер жүйесінің 4 шешімі бар екен. Жауабын жазатын болсақ, минус 3-те минус 1, минус 1-де минус 3, 1-де 3 және 3-те 1. Сонымен оқушылар, біз бүгін теңдеулер жүйесін шешудің тағы бір әдісімен таныстық. Енді өздеріңіз үйден мына есептерді шығарып көріңіздер. Мен сіздерге 2 есеп дайындадым. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.